Өзіңізге деген сенімді жоғалту арқылы көп қиыншылыққа тап болуыңыз мүмкін. Бұл қиыншылықтар сабақтан, жұмыстан, тіпті достармен бірге өткізетін қызықты сәттерден ләззат алуға кедергі жасайды. Осындай жағдайға тап болмас үшін өзіңізге сенімділікті қайтарудың жолдарын іздеңіз. Алғашқы қадамды төмендегі қанатты сөздерді оқудан бастаңыз. Бір нәрсе бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау парызыңыз. Зиг Циглар. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Лес Браун. Жаратқанға сенім секілді өзіңізге деген сенімде көп ғажайып жасай алады. Оноре де Бальзак. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Самуэль Джонсон. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Франсуа де Ларошфуко. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Z. Өзіңіздің бірге екеніңізді мойындаған кезде өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Вадим Зеланд. Өзіңізге деген көзқарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Соня Фридман. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмаған жөн. Хаври Файнштайн. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Брайан Трейси. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызда ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Бенджамин Дизраэли. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін нені көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Ховард Вашингтон Турман. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Оллос Леонард Хаксли. Сізге керекті және пайдалы ақпаратты бере алған болсам, каналдың әрі қарай дамуына үлес қосып, лайк, комментарий жазып және тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.